Жалған ажырасу белең алған мәжілісте бүгін мемлекеттен көмек алу үшін заң жүзінде некені бұзып, ал шын мәнінде бір шаңырақ астында тұра беретін жұбайлардың жайы айтылды. Мұндай отбасылар нағыз мұқтаж жандардың жолын кесіп отыр дейді депутаттар. Өтірік ажырасқандардың көздегені оңай жолмен пайда табу. Мәселен, 2015 жылы ресми түрде ажырасып, мемлекеттен көмек алып, әлеуметтік осал топтың қатарына еніп, тұрғын үй кезегіне тұрған отбасыларда 2017-2020 жылы ортақ балалары дүниеге келіп, әкесінің тегін алған. Тіпті ағайын туысы да, көрші қолаңы да олардың ешқашан ажыраспағанын айтады. Мемлекеттен жәрдемақы мен түрлі жеңілдікті алу үшін өтірік ажырасатындардың қатарында мемлекеттік қызметкерлер мен кәсіпкерлер де бар дейді депутат. Олар некені заң жүзінде бұзу арқылы тегін үйдің кезегіне тұрып алады. Кейбірі зәулім үйі барына қарамастан атаулы әлеуметтік көмекті де қалтасына басып отыр. Депутат жалған ажырасуды алаяқтықпен теңестірді. Өкінішке қарай неке және отбасы туралы заңда тек құжат жүзінде өтірік ажырасуды реттейтін бап жоқ. Сондықтан бұл заңды жетілдіретін кез келді. Мемлекеттік тіркеусіз жасалатын діни және азаматтық некені реттеудің де тетігін қарастыру қажет дейді Жарқынбек Амантайұлы.